Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бұл видеода сіздерге бауыр ауруларының белгілері мен оны емдеу жолдары туралы нақты айтатын боламын. Ең алдымен қазақша контенттің дамуына үлесіңізді қосып, арнаға тіркеліп алыңыз. Бауыр бұл денеміздегі маңызды ағзалардың бірі. Ол ас қорытуға көмектеседі. Өмірлік маңызды заттарды синтездейді және токсиндерді шығарады. Бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең кең таралған проблемалардың бірі десек те болады. Егер сіз үнемі оң қабырғаңыздың төменгі жағы сыздап ауыратынын сезсеңіз, жеделдетіп гепатолог маманына көрінгеніңіз абзал. Бауырыңыз қатты бүлінген кезде де ол ауырмайды, себебі оның құрамында ауырсыну рецепторлары жоқ. Әдетте ауырсыну немесе шаншу өте асқынған кезде ғана болады. Ондай жағдайда бауыр іседі, үлкейеді, өзін қоршап тұрған капсуланың қабығына қысым көрсете бастайды. Міне содан кейін ғана науқас ауруды сезе бастайды. Мұндай жағдайда өкінішке орай бауырды емдеу кеш болуы мүмкін. Сондықтан, егер сіздің оң жақ қабырғаңыздың төменгі бөлігі ауыратын болса, міндетті түрде дәрігерге көрініңіз. Жалпы бауыр ауруларының бірнеше белгілері де болуы мүмкін. Әлсіздік, бірнеше күн немесе бірнеше апта бойына шаршап жүру, диетасыз себепсіз арықтап кету, жиі бас айналуы немесе құсу секілді, және де тәбеттің жоғалуы, аяқтың төменгі жағының жиі ісуі, іштің кебуі, белгісіз себептермен дененің кез келген бөлігінде, қолда, аяқта, иықта қышудың күшеюі. Егер осы белгілерден бөлек көзіңіздің алды сарғайып, кіші дәретіңіздің түсі бұзылса, міндетті түрде дәрігердің көмегіне жүгініңіз. Жалпы бауыр ауруларының түрлері әртүрлі себептерден туындайды. Бауыр ауруы келесі себептерге байланысты болуы мүмкін. Біріншіден, вирустық инфекциялар. А гепатиті, Б гепатиті және де С гепатиті вирустық инфекциядан туындаған аурулар. Екіншіден, сіздің иммундық жүйеңіздің проблемалары. Сіздің иммундық жүйеңіз қателесіп, бауырға шабуыл жасағанда, ол аутоиммунды бауыр ауруларын тудыруы мүмкін. Үшіншіден, тұқым қуалайтын аурулар. Кейбір бауыр проблемалары генетикалық жағдайға байланысты дамиды. Тұқым қуалайтын бауыр ауруларына Вильсон ауруын және де гемохроматозды жатқызуға болады. Сонымен қатар бауырыңызда анормальды жасушалар көбейген кезде де сізде ісік пайда болуы мүмкін, яғни қатерлі ісік бұл бауыр ісігі болуы мүмкін. Және де токсиндер шамадан тыс көбейген кезде де бауырыңыз ауруы мүмкін. Жалпы бауыр ауруларының алдын алуға болады ма? Бауыр ауруларының кейбір түрлерінің, әсіресе сіздің диетаңыз бен өмір салтыңыз әсер ететін ауруларының алдын алу үшін шаралар қабылдауға болады. Егер сізде бауыр ауруының қаупі болса, сізге өмір салтыңызды міндетті түрде өзгертуге тура келеді. Ол үшін біріншіден алкогольден бас тарту немесе мүлдем шектеу қою. Екіншіден трансмайлары немесе жоғары фруктоза жүгері шәрбаты бар тағамдар мен сусындардан бас тарту. Үшіншіден, бауыр зақымданбау үшін рецепт бойынша және рецептсіз берілетін дәрі-дәрмектерді қабылдаған кезде мұқият болыңыз. Себебі сіздің ішкен әрбір дәріңіз сіздің бауырыңыздан өтетіндігін ескеріңіз. Сонымен қатар тұрақты түрде жаттығу жасауды әдетке айналдырғаныңыз жөн. Бауыр ауруларының ең көп таралған түрлеріне тоқталайық. Біріншіден, олар вирусты гепатиттер, яғни А, Б, С, Д гипервирустары. Олардың арасындағы ең қауіптісі гепатит Б, адам өліміне дейін алып келеді. Ал арасындағы ең әлсізі гепатит А түрі болып табылады. Бұл ауру халық арасында сары ауру немесе Боткин ауруы деген атпен таралған. Ал кір қолмен, жуылмаған жеміс-жидекпен, лас су арқылы жұғуы мүмкін. Боткин ауруының бір артықшылығы ол басқалары сияқты жасырын емес, бірден сезіледі. Алдын алудың мүмкіндігі бар. А вирусын емдеуге болады және емделгеннен кейін бауырда белгілері қалмайды. Ал А, Б, С немесе Д вирустарын анықтау және емдеу ұзақ уақытты талап етеді. Бұл вирустардың әрқайсысы циррозға, бауыр жеткіліксіздігіне немесе тіпті бауыр қатерлі ісігіне дейін апаруы мүмкін. Бауыр ауруының келесі түрі алкогольді гепатит. Бауырдың қабынуының тағы бір түрі. Бұл вирус емес, алкоголь. Тұрақты және шамадан тыс алкогольді тұтыну бауырдың ішкі ауыртпалығын тудырады. Нәтижесінде цирроз пайда болады. Бауырдың сау тіндерінің жұмысы тоқтайды. Ал алкогольден басқа есірткіні асыра пайдалану немесе ауыр металдармен улану да бауыр ауруларына себепкер болады.
Жалпы бауыр ауырғанда не істеу керек? Мүмкіндігінше тезірек дәрігерге қаралғаныңыз жөн. Мамандар сіздің шағымдарыңызды тыңдайды, оларды тексереді, қан анализдерін алады, бауыр және гепатит сынақтарын тапсыруға кеңес береді. Ал алынған талдаулар сіздің бауырыңыздың қаншалықты сау екендігіне анықтауға көмектеседі. Жалпы сіздің бауырыңыздың ауырғандығын көрсететін негізгі белгілері мынадай болмақ. Сіздің басыңыз себепсіз жиі ауырады, оң жақ қабырғаңыздың астынан ауырсынулар сезіледі, ішіңіз жиі қатады, теріңіз сарғыштық тартып, жер түстес бола бастайды, тіл үстіне қақ тұрады. Сондай-ақ көз қарашығының айналасы да сарғыш тартады. Кейде жүрек айнып, адамның құсқысы да келуі мүмкін. Жиі кекіру, іш кебуі, ауыздан темір иісінің немесе ащы дәмнің сезілуі де бауырдағы қалыпсыздықтан хабар береді. Бауыры таза емес адам тез шаршайды, көңіл-күйі үнемі төмен тартып тұрады, адам ашуланшақ, ұстамсыз болып кетеді. Міне осы аталған белгілердің қай-қайсысы сізде білінсе, міндетті түрде дәрігерге көрініп, тексерілгеніңіз абзал. Әсіресе мұның бірнешеуі қатар мазаласа, дәрігерге көрінуді кешіктірмеңіз. Дәрігер тиісті диагноз қойып, ем тағайындайды. Жалпы бауыр адам ағзасындағы ең ірі мүше болып табылады. Бауыр ағзадағы өте маңызды қызметтерді орындайтын мүше. Ол қанды улы заттардан тазартатын қызмет атқарады. Сонымен қатар сіздің жеген асыңызды қорытуға, ферменттер мен өтті синтездейді. Сонымен бірге бауыр аш ішекте сіңген тамақ өнімдерін зат алмасуға, өсуге, дамуға керекті өте майда өнімдерге дейін синтездейді. Бауыр екі қан тамыры арқылы қанданады. Оның ішінде негізгісі бауырдың қақпа венасы болады. Екіншісі бауыр артериясы болып табылады. Міне осыдан ақ білуімізге болады, бауыр біздің денеміздегі ең негізгі дене мүшеміз екендігін. Сондықтан да салауатты өмір салтын сақтап, бауыр ауруларына жол бермеңіздер. Ақпарат пайдалы болды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін алғыс білдіремін. Каналға тіркеліп комментарий жазуды ұмытпаңыз.